Ауыл шетіндегі ескі үй. Ауылдың шетінде қураған ағаштардың арасында бір ескі үй тұр. Уақыт оның қабырғаларын қажытып, шатырын шөктірген. Терезелері қарауытып, ішке үңірейе қарайды, әлдекім іштен бақылап тұрғандай. Кеш бата үйдің маңында жел күшейіп, әлсіз сыбырлар естіледі. Есігі кейде өздігінен сықырлап ашылып, қайта жабылады. Түнде оның төңірегінен өткен адамдар аяқ астынан бойларын белгісіз суықты қыса бастағанын сезеді. Олар бұл үйге қарауға да батпайды. Жергілікті тұрғындар бұл үйді бос емес дейді. Біреулер онда бір кезде адам жоғалып кеткенін, енді біреулер түнде әлдебір көлеңкелер қозғалып жүретінін айтады. Бірақ ешкім бұл үйге жақын бармайды. Себебі оның астында бір сұмдық жасырылған. Түннің қою қараңғылығы жер бетіне төселіп, аспандағы ай әлсіз жарығын шашып тұр. Ауыл шетіндегі ескі үйдің ішінде ауыр демалыстар, жан дауысы шығып жатқан әйелдің айқайы естілді. Терезенің ар жағында жел улейді, бірақ бұл жай ғана жел емес еді, оның ішінде әлдебір сыбыр, әлдебір тылсым үн бардай сезілетін. Әйелдің денесін толғақ қысып, ол қинала айқайлап жіберді. Денесінен аққан суық тер оны тітіркендіре түсті. Бірақ бұл қарапайым босану емес екенін ол сезді. Бөлменің іші түнекке тұншығып, шамның жарығы әлсін-әлсін дірілдеп, әр сәт сайын күңгірттене берді. Қабырғалардағы көлеңкелер билеп тұрғандай, қисық-қисық қозғалып, бөлменің ішінде әлдебір нәрсе жасырынып тұрғандай әсер қалдырды. Кенет әйелдің айғайы кенеттен тыйылды. Бөлменің іші өлі тыныштыққа көмілді. Тек әлдебір алыс жерден сәбидің емес, ересек адамның жылаған дауысы шықты. Түн қап-қараңғы. Ай әлсіз жылтылдап, бұлдыр бұлттардың арасынан сығалап қана тұр. Жел жапырақтарды сыбдырлатып, ескі үйдің шатыры мен қабырғасын жұлмалап өткен сайын, үйден бір ауыр күрсінгендей дыбыс шығады. Бөлме іші қараңғы, тек әлсіз майшамның жарығы қабырғаларға үзік-үзік көлеңке түсіріп тұр. Әйел төсекте жатыр. Оның демі ауыр, денесі дірілдейді. Бірақ оны мазалап тұрған тек толғақ емес еді. Ол өзін біреудің сырттан қарап тұрғанын анық сезді. Терезенің ар жағында әлдебіреудің суық көзі қадалып тұрғандай. Бір сәтке ол әлсіз дем алысты, терезе сыртындағы әлдебір нәрсенің қозғалғанын естіді. Жай ғана жел шығар деп өзін жұбатқысы келді, бірақ бөлменің іші кенеттен мұздап кетті. Әйелдің жүрегі дүрсілдеп, тынысы жиілей бастады. Ол бүкіл батылдығын жинап терезеге қарағысы келді. Бірақ денесін белгісіз үрей буып, қимылдай алмады. Кенет терезенің арғы жағынан әлсіз, бірақ анық естілетін тырналу дыбысы шықты. Ағаш жақтауға тырнақтар қадалғандай созылып, баяу сырғанап, терезенің төменгі жағына дейін түсті. Әйелдің көзі шарасынан шыға жаздады. Ол енді қозғала алмады, тек құлағына әлдекімнің сыбырлаған дыбысы естілді. Бұл сөздер түсініксіз, бірақ адам тіліне ұқсамайтын бір ысылға жақын еді. Терезенің арғы жағында бір нәрсе бар. Ол күтіп тұр. Ол ішке кіруді аңсап тұр. Бөлме іші суық, шамның жарығы әлсірей бастады. Терезеге көз салған әйел ақырындап қараңғы силуэттің сұлбасын көрді. Ол тым ұзын, тым қисық, адамға ұқсамайтын бірдеңе еді. Бірақ ең қорқыныштысы оның жансыз, өлі көздері тура әйелге қадалған. Кенет терезе сыртындағы нәрсе қимылдады. Әйел шыңғырып жіберді. Бірақ оның дауысын ешкім естіген жоқ. Бөлме тым тыныш, тым салқын. Тіпті желдің де үні өшкендей. Майшамның әлсіз жарығы қабырғаларда шайқалып, көлеңкелерін бұзып жарып, бей-берекет билеп тұр. Бірақ бұл табиғи емес, көлеңкелер тым қисық, тым ұзын, адам қолымен жасалған оттың жарығына бағынбайтын секілді. Әйел ауыр демалады. Ол терең тыныстағысы келеді, бірақ бөлменің ауасы қоюланып, салқын тұман секілді өкпесін қысады. Терісі мұздап барады. Қолдарына қараса, тырнақтары көгеріп кеткендей. Денесі қалтырай бастады. Бірақ бөлме суып кеткен жоқ, әлдебір нәрсе оны мұздатып тұр. Төсектің қасында тұрған ағаш орындықтың үстінде біреудің отырғандай салмағы бар екенін байқады. Бірақ бөлмеде ол жалғыз еді. Өзіне өзі жұбату айтқысы келді, бірақ тілін жұтып қойғандай, дауысы шықпады. Терезе жақтауы әлсіз сықыр ете қалды. Үйдің ескі тақтай едені сәл шиқылдады. Әлдебіреу дәл қасында тұрғандай. Терісі түршігіп, шашының түбі шымырлап кетті. Кенет желкесіне мұздай дем сезілді. Әлдекім тым жақын, тым суық. Бірақ ол көрінбейді.
Әйел орнынан тұрып, жарықты жаққысы келді. Бірақ қозғала алмады. Бөлме іші бұрынғыдан да қараңғы бола бастады. Бір сәтте құлағына баяу дірілдеген үн жетті. Ол тым алыс, бірақ анық. Қатты емес, бірақ төбесінен сыбырлағандай. Кеттім кеш. Әйелдің жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол жан дәрменімен шыңғырып жіберді. Бірақ ол өз даусында ести алмады. Өйткені бөлме іші әлдебір мұздай қараңғылыққа тұншығып, оны жұтып бара жатты. Әйел жан дауысы шығып, толғақ қысып айғайлады. Оның денесі ауыр азапқа төзбей қалшылдап, маңдайынан суық тер сорғалады. Көздері қарауытып, айналаның бәрі бұлдырланып бара жатты. Бөлменің іші тым қараңғы, тым салқын еді. Шамның жарығы әлсіз жанып, қабырғадағы көлеңкелер сықақтағандай дірілдей биледі. Қасында тұрған енесі алақанын жайып күбірлеп дұға оқыды. Бірақ оның үні қалтырап, сенімсіз шықты. Терезенің сыртынан жел олып, әлдебір тылсым дыбыстар естіліп жатты. Бөлме іші тарылып, ауаны қою тұман басқандай болды. Әйелдің жанын жегідей жеген ауырсыну шарықтау шегіне жеткенде, кенет, бір сәтке бәрі тым-тырыс бола қалды. Босанған әйелдің демі жиілеп, жүрегі тарсылдай соғып тұр. Қолдары әлсіз, денесі дірілдейді. Ол жылаған сәбидің дауысын күтіп, кеудесін көтеріп қарады. Бірақ бөлме іші үнсіз, тым қорқынышты үнсіздік орнады. Жанындағы енесі толғатып жатқан әйелдің екі аяғының ортасына үреймен қарады. Оның көзі шарасынан шығып, қолы қалтырап демін ішіне тартты. Әлденеге шошып, тілін жұтып қойғандай, қыбырламай қатып қалды. Әйелдің денесі мұздап, жүрегі кеудесіне сыймай дүрсілдеді. Неге үндемейсің? Деп дірілдеген дауыспен сыбырлады ол. Анасы жауап бермеді. Тек денесі қалтырап, бір қадам артқа шегінді. Әйел әлсіреген қолымен аяғының арасына қарауға тырысты. Бірақ көзі көрген нәрсеге сенгісі келмеді. Қызыл қанға малшынған ақ мата ішінде нәресте жоқ еді. Оның орнына қап-қара түк басқан кішкентай тіршілік иесі қимылдады. Оның кішкентай денесі жыбырлап, аяқ қолдарын созды. Содан соң көздерін ашты. Бұл нәрестенің көзі емес еді. Бұл терең, жымысқы, мұздай қара көздер болатын. Ол жаңа туған нәресте емес, қара мысық еді. Мысық баяу қимылдап, әлсіз мияулады. Бірақ бұл жай ғана мысықтың мияулауы емес еді. Бұл жіңішке, тылсым дауысты естігенде, әйелдің денесі тітіркеніп, жүрегі аузына тығылды. Әлгі мысық оны тура көзіне қарап, кірпік қақпай қадалды. Оның жансыз, суық көздерінде адам түсінбейтін бір сыр, бір жұмбақ, бір қарғыс бар еді. Бөлменің іші мұздай суыққа толып, шамның жарығы лап етіп сөніп қалды. Қараңғылық әйелді бірден құшағына алды. Мысық тыныш жатты. Оның кішкентай, жаңа туған денесі қанға шыланып, жарық дүниеге алғаш рет көзін ашты. Бірақ бұл көздер олар жай ғана жануардың көздері емес еді. Олар тым өткір, тым суық, адам жанарынан да терең әрі ескілікті бір құпияны сақтап тұрғандай. Әйелдің денесі әлсіз еді, бірақ ол өзіне қадала қараған сол қара көздерден жанын суырып алардай бір суық сезінді. Терісі мұздап, жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол қарауға қорықты, бірақ қарамау да мүмкін емес еді. Өйткені бұл көздер оның әрбір қимылын, әрбір тынысын аңдып тұрғандай. Бөлме ішін бір сәтке өлі тыныштық басты. Тек әлсіз шамның дірілдеген жарығы қабырғадағы көлеңкелерді шытынатып, бөлмені одан сайын сұрқайландырып жіберді. Мысық баяу қимылдап, қанға боялған кішкентай табандарын қозғалтты. Бірақ ол жануар сияқты емес, әлдебір адамша есін білетін тіршілік иесіндей қозғалды. Кенет, мысық жай ғана мияуламай, өзгеше дыбыс шығарды. Бұл қалыпты жануардың үніне ұқсамайтын, әлсіз, бірақ анық сыбыр сияқты болды. Әйел демін ішіне тартты. Жандағы енесі шоқына бастады. Бірақ ешкім мысықтың көзінен құтыла алмады. Мысық оларға қарап тұрды. Ол жай ғана жануар емес еді. Оның ішінде әлдебір тылсым күш бар. Ол түсініксіз, бірақ өте ежелгі, өте сұмдық нәрсе еді. Бөлме іші өлі тыныштыққа көмілді. Әлгінде ғана босанған әйелдің әлсіз демі, терезе сыртындағы ызғарлы желдің өлі, тіпті майшамның болмашы сыбыры да жоқ болып кеткендей. Үй ішіндегі адамдар бір сәтке уақыттың тоқтап қалғанын сезінді. Бірақ олардың тыныстары ауыр, денелері дірілдеп тұрды. Себебі бөлменің ортасында, қанға боялған ақ матаның үстінде қара мысық қозғалмай, оларға тіке қарап отырған еді.
Оның көзі тым өткір, тым суық. Әдеттегі мысықтың жанары емес, әлдебір ескілікті тылсыммен уланған қараңғылықтың өзі сияқты. Ол жай ғана жануар емес еді, бір нәрсе оның ішінде бұғып жатқандай, бөлмеде отырған әр адамды жіті бақылап тұрғандай әсер қалдырды. Әйел әлсіреген қолымен төсекті шымшылап, дірілдей сыбырлады. Бұл не? Мен бала тудым ғой, солай емес пе? Инесі жауап қатпады. Қолындағы орамалды тарс ұстап, маңдайынан суық тер ағып көзін алмай қарап отыр. Кенет, әлсіз шамның жарығы дірілдеп, бөлме ішіндегі көлеңкелер бір түрлі созылып, қозғала бастағандай көрінді. Қасындағы келіншек орнынан атып тұрды. Бұл жын. Құдай сақтасын. Мұны бұл жерден алып кету керек. Бірақ ешкім қозғалмады. Барлығы әлгі қара көздерден қорқып, мысықтың көз ілеспес жылдамдықпен секіріп, бөлме ішін кезіп кетуінен үрейленді. Мысық жай ғана отырды. Ол оларға тек қарап отырды. Бірақ осы қараудың өзі үйдегілердің жүрегіне инеше қадалып, жандарын мұздатып бара жатты. Терезеден кенет жел ышқына соқты. Үйдің қабырғалары сықырлап, ескі ағаштар сыбдырлап, әлдебір көзге көрінбейтін күштің бар екенін сездірді. Бөлменің ауасы қоюланып, ауырлай түсті. Бұл тек үрей емес еді. Бұл үйге шақырылмаған бір нәрсе келгенін көрсететін белгі еді. Бір сәтте мысық баяу қимылдап, басын сәл қисайтып, көздерін жыпылықтатпай әйелге қарады. Оның кішкентай денесі дірілдеп, баяу-баяу көтеріліп, түсіп тұрды. Сосын ол адамша сыбырлағандай болды. Әлсіз, өте баяу, бірақ анық естілетін дауыс. Сен мені күттің, мен келдім. Үйдегі адамдардың жүрегі тоқтап қала жаздады. Әйел жан дауысы шығып шыңғырып жіберді. Ал мысық күлімсірегендей, баяу жымиғандай көрінді. Әйелдің көзі қарауытып, айналасы тұманданып бара жатты. Денесі қалтырап, әлсіз жүрегі кеудесінен атып шығардай дүрсілдеді. Ол жанарын мысықтың суық көздерінен ала алмады. Әлгі тіршілік оған тесіле қарап отыр, бірақ бұл жай ғана жануардың қарасы емес еді. Оның көздері адамды ішінен тесіп өтіп, жан дүниесін қалтырата зерттеп жатқандай көрінді. Бөлме іші бұрынғыдан да қараңғы болып, әлдебір белгісіз суықтық әйелдің денесін қапсыра бастады. Желкенің түбі мұздап, терісі шымырлап кетті. Оның айналасы бұлыңғырланып, дыбыстар алыстап бара жатқандай сезілді. Құлағына үй ішіндегі сыбырлар талып қана жетті, бірақ олар оған көмектесе алмайтын секілді еді. Кенет ол өзінің жанынан әлдебір қара көлеңкенің қозғалғанын сезді. Қара мысық әлі де қанға боялған мата үстінде отыр. Бірақ соның айналасында көзге көрінбейтін бір күш бүркемеленіп тұрғандай. Терезеден соққан жел одан сайын күшейіп, бөлме ішіндегі шамның жарығы әлсірей түсті. Енесі әлдебір дұғаны күбірлеп оқи бастады, бірақ оның дауысы әйелдің құлағына жетпейтіндей еді. Бір сәтке бәрі тоқтағандай болды. Үй іші тым-тырыс. Тек мысық қана баяу, өте баяу мияулап жіберді. Бірақ бұл жай ғана мысықтың үні емес еді. Бұл үнде әлдебір адамға ұқсас дыбыс бардай, әлде біреудің жымиып тұрғандай қулығы сезілгендей болды. Әйелдің көзі қарауытып, аяғының астындағы жер құм секілді сырғып кеткендей көрінді. Денесі ауырлап, жансыздана бастады. Ол бірдеңе айтқысы келді, бірақ тілі аузына жабысып қалғандай. Тынысы тарылып, өкпесіне ауа жетпей бара жатқандай сезінді. Оның соңғы көргені мысықтың баяу басын қисайтып, оған тесіле қарағаны болды. Ол көздерде адамның емес, әлдебір басқа дүниенің, басқа күштің салқыны бар еді. Әйел күрсетіп, демін ішке тартып, денесі босап, қараңғылық құшағына сүңгіп кетті. Оның денесі еденге құлап, басы қатты тигенін сезбей, есінен танып қалды. Ал қара мысық орнынан тұрып, бөлменің ортасында үнсіз тұра қалды. Оның көздерінде белгісіз бір қанағаттанған жылтыл пайда болғандай көрінді. Қара мысықтың дүниеге келуімен бірге бүкіл ауылды қорқыныш басып алды. Бұл оқиға жайлы сыбыс алдымен көрші үйлерден басталып, көп ұзамай бүкіл ауылға тарады. Біреулер түн ішінде түс көргендей шошып оянса, енді бірі үйінің жанынан бөтен біреудің жүргенін сезгендей болғанын айтты. Бірақ бәрінің көңілінде бір сұрақ тұрды. Бұл не? Қара мысық жай ғана мысық па, әлде бұл қарғыс па? Ауылдың үлкендері бастарын шайқап терең күрсінді. Мұндай сұмдық бұрын-соңды болмаған. Жай нәрсе емес, бұның астарында бірдеңе бар, деді бір шал күбірлеп. Әйелдер бұл оқиға жайлы естіген сайын бастарын шайқап, үйлеріне жеткенше асықты.
Балаларын кешке далаға шығармай, терезелерін мықтап жауып, шамдарын сөндірмей ұйықтайтын болды. Түн болған сайын ауылды әлдебір суық тыныштық басатын. Жел де бұрынғыдай жай ғана уілдемей, әлдеқайда ауыр, ызғарлы леппен есетіндей. Көп адам терезеден сыртқа қарауға да батпады. Өйткені қараңғылықтың түбінде бірдеңе бардай, әлдебір көлеңкелер қозғалып жүргендей сезілетін. Ауылдағы қариялар түні бойы көз ілмей, дұға оқып отыратын болды. Бұл жай ғана мысық емес деп сыбырлады бірі. Ол нәресте болып тууы керек еді. Бірақ әлдебір тылсым күш бұны өзгертті. Бұл қарғыс. Түн сайын кейбір үйлердің шатыры сықырлап, есіктердің сыртынан әлдебір дыбыстар естілетін болды. Ауылдың қараңғы көшелерінде кейбіреулер көзге көрінбейтін, қара пішіннің қозғалғанын байқағандай болатын. Бір әйел өз ауласында екі оттай жанған көздерді көргенін айтып, жылап жіберді. Бірақ із кесіп қараған кезде, ешқандай мысықтың ізі табылмады. Ауыл адамдары ертеңгі күннен үмітін үзбей, таң атқанша көз ілмей күтетін болды. Бірақ олардың жүрегінің түбінде бір үрейлі ой жатты. Бұл түн ғана емес, бүкіл ауылдың тағдыры өзгеріп кеткендей. Ауылдың ең үлкен қариясы, Ақбас шал осы оқиғаның мәнісін бұрыннан білетіндей. Ол бүкіл ауыл үрейленіп, үйлеріне тығылып қалған кезде, бір әйелді іздеп тауып, оның алдына жайғасып отырды. Әлгі әйел баяғыда осы ауылға келін болып түскен, бірақ ешкімге ашып айтпаған бір сыры бар жан еді. Сен ұмыттың ба? Деді Ақбас шал даусын баяу, бірақ ауыр етіп. Әйел оған көзі алақтап қарады. Жүрегі қатты соғып, алақанын ысқылай берді. Ол не жайлы айтып тұрғанын жақсы білді. Бірақ бұл жайлы ешкім білмеуі керек еді ешкім. Мен ештеңе білмеймін деп міңгірледі әйел. Қария ауыр күрсінді. Оның көздері әйелдің жанына дейін тесіп өткендей еді. Жоқ, сен білесің деді ол. Сен оны өлтірдің. Әйелдің денесі мұздап кетті. Көз алдынан өткеннің елестері жүгіріп өтті. Түн, сыбырлаған дауыс, қараңғылықтағы әлсіз айқай. Содан соң тыныштық. Үңірейген, өлі тыныштық. Ол кезде ешкім білмеді деп әйел ақталмақ болды. Бірақ ол қайтып келді деді қария сыбырлап. Әйелдің қолдары дірілдеп көзі шарасынан шықты. Жоқ, мүмкін емес. Ақбас шал ауыр күрсінді. Сенің қолыңмен өлген нәрсе кейде өліп кетпей. Ол басқа бір түрде қайтып келеді. Әйелдің жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол қара мысықты есіне алды. Суық көздер. Өткінші, бірақ бәрін білетін, сұмдықпен уланған жанарлар. Ол менің балам ба еді? Қария басын шайқады. Жоқ, ол сенің күнәңнің көлеңкесі. Ол кек алуға келді. Әйел айғайлап жіберді. Өйткені дәл осы сәтте, терезе сыртында, қараңғылықтың түбінде екі оттай жанған көз пайда болды. Олар оған тіке қарап тұрды. Жауапсыз қалған үнсіздік бөлмеде тым ұзаққа созылып, қабырғаларда қыжылдаған дыбыстардай сезілді. Әйелдің денесі суық термен шыланып, жүрегі қатты соғып, ішіндегі қорқыныш оны бұғауланып, тынымсыз қинап тұрды. Тынысы ауырлап, ауаны енді жұта алмай, аузынан қысып ұсталғандай сезімге бой алдырды. Бірақ оның есінде тек бір нәрсе қалды, қара мысықтың көздері. Ол мысықты бірінші рет көргенде де дәл солай болған. Сол күннен бері бәрі өзгерді. Бала өмірге келген кезде, оның орнына дәл сол қара мысық туды. Ол түннің бір уақытында сұрқай қараңғылыққа сіңіп кетіп, өзі білмей қалған бірдеңені ішінен сезгендей қорқынышты бейнеге айналды. Бірақ сол сұмдық көрініс оның жүрегін әлсіздендіргеніне қарамастан, оны сол уақытта қуып тастағысы келгені есінде. Әйел жастық шағында өзінің кісі қолынан өлген мысықты қалай жай ғана серіппемен денесін сындыру арқылы өлтіргенін есіне алды. Түнгі уақытта ол көше бойындағы қара мысыққа ұрсып, оны сүйрете жүріп, өз үйінің қақпасына дейін қуа берген еді. Содан соң сол мысықтың мыжылып, өліп қалғанын көріп, күлімсірегендей болған еді. Одан кейін бәрі айыққандай, бірақ ішкі бір сезім оны ешқашан тастамады. Жоқ, ол сол кезде не істегенін түсінген жоқ. Сол қара мысықтың жанын жою арқылы әлемдегі бір тылсым күшті, жаратылыс заңын бұзды. Бірақ ол оны жақсы білмеді, өз ісінің салдары қайда апарарын түсінген жоқ. Қазір, қара мысықтың көзімен қарағанда өткен күнәлары қайта оралғандай. Оны қашанда өлтіремін деп ойламаған еді. Әйелдің жүрегі аһ ұрды. Ол сол сәтте терезе жақтан қараңғылықтың ішінде қап-қара көздерді көрді.
Әлгі көздер мысықтың көздеріне ұқсамайды. Бұл әлдеқайда терең, әлдеқайда сұмдық. Олар енді оған өз кегін алуға келгендей, ерте ме, кеш пе, ол соның бәрін көретін болады деп қорқынышпен сезінді. Қара мысықтың қайта оралғаны тек қана кездейсоқтық емес еді. Бұл оның күнәсінің ескі әрі сұмдық кегі еді. Оның көздерінде бір кек бар еді, ол тек соны аңсап, іздеп жүрді. Түнде терезе сыртындағы қараңғылықта, сол көлеңкеде оның жазасы күтіп тұрғандай еді. Әйел бір сәтке есінен танып қалардай болды, өйткені сол сәтте түнгі тұманның ішінен бір ауаны сезді. Ол мұздап, жүрегі тоқтап қалғандай күйде тұрды, бірақ көздері тек сол қара мысықты іздеді. Ол терезеге қараса, мысық оны күтіп тұрды. Оның көзі сәл жарқылдап, суықтың қатты лебі сезілгендей болды. Жандағы келбет, бір жұмбақ, бір кек алушы тіршілік иесі еді. Әйел көзін жұмып, бар күшін жинап, басын көтеріп, соның бәрін қабылдауға тырысты. Бірақ оның жүрегінде тек бір сұрақ қалды. Өлі мысық енді қайта оралған кезде менің жазам не болады? Түннің терең қараңғылығында барлық тіршілік үнсіздікке күтіп тұрғандай еді. Әйел бөлмесінің бұрышында жалғыз отырды. Қараңғының ішінде әлсіз шамның жарығы ғана оны жарықтандырып тұрды. Бірақ оның көзі тек сол жарықта емес, әлдеқайда тереңде, қараңғылықтың түбінде бір нәрсені іздеді. Әлгі қара мысықтың көздерін іздеп, жүрегі дүрсілдеп, бұл жолы оған жақындауға қорқып тұрды. Бірақ ол оның бұрыннан артынша қалдырған сұмдықты ұмытпайтынын жақсы білетін еді. Бір кезде бөлме ішіндегі ауа қоюланып, суықтық тарай бастады. Әйелдің жүрегі тарылып, тынысы тығылып қалғандай болды. Бұл жай ғана желдің әсері емес еді. Бұрыннан бері сезіп жүрген әлдебір тылсым күштің бар екенін түсінді. Және ол күштің қайтып келіп, оның үстіне түсуін күтетінін сезді. Қара мысықтың көзі әлі де оның алдында тұрды, бірақ бұл жолы ол жай ғана мысық емес еді. Ол оның өткен күнәсінің, ұмытылған қылмысының рухы болатын. Кенет әйелдің құлағында бір сыбырлаған дауысы анық естілді. Алғашында әлсіз, тым алыс естіле жаздағандай болды, бірақ бірте-бірте дауысы қатқылданып, бөлмеде айқын естіле бастады. Бұл дауыс мысықтың үнінен шыққандай еді, бірақ оны айтуға болмайтын сөздер қосылды. Сен мені өлтірдің деп сыбырлады әлсіз дауыс, мені қорлағаның үшін кек аламын. Сен менің жазамды көресің. Әйелдің бойында қорқыныштың салдары жүрегі мен жанына дейін жайылды. Ол бұл сөздерді естіген кезде, бұрынғы жасаған ісі қайта оның алдынан шыққандай сезінді. Сол уақытта ол қайтадан өз жүрегінің түкпірінде бір тылсым қасіретті сезініп, оның көзіне тіке қарауға батпағандай болды. Мен өлтірген жоқпын деді ол өз үшін сыбырлап, бірақ оның даусы өте әлсіз, аузынан шыққан сөздер белгісіз бір күштің кесірінен жерге түсіп кеткендей болды. Әйел орнынан тұруға тырысты, бірақ әлсіз аяқтары оны көтере алмады. Бірдеңе оған ауырлық түсіріп тұрғандай болды, оның денесін қақаған суықтық биледі. Қара мысықтың көзі оған қарай бұрылғанда, оның ішіндегі терең тылсым күш әрбір мүшесіне жайылып, жүрегін тоқтатуға жақындап қалды. Сен қашып құтыла алмайсың деген дауыс күшейді. Мен сені мәңгілікке қарғаймын. Әйел көзін жұмып, ауаның ішінде өз жанына келуді күтіп отырды. Бірақ түннің тереңдігімен бірге оның айналасындағы тыныштық емес, керісінше әлдебір қатыгез күштің күші арта түсті. Ол мысықтың рухының өзінен өш алу үшін қайта оралғанын түсінді. Оның көзі бір сәтке ғана жыпылықтап, әлсіз шамның жарығынан жарық көрді. Осы сәтте оның рухы барша бөлмені қорқынышты тыныштыққа сіңіріп, әйелдің бүкіл жүрегіне өз қарғысын қалдырды. Қара мысықтың көздері әйелдің көздеріне терең бойлап кіріп кетті. Бұл жай ғана жануардың қарасы емес еді. Бұл оның өткен күнәлары, оның жанына жүктелген сұмдық, оның әрбір қадамын аңдып жүрген рух болатын. Мысық енді оның алдындағы барлық есік пен жолды жауып, тек қана оған өз жазасын беру үшін қайта келген еді. Әйел бір сәтке бәрін ұмытып, тек мысықтың көзіне қарап, оның қайтып оралғаны туралы сөздерді қайта естіді. Бірақ мысық одан да асып кетіп, оның ішіндегі қорқынышты күштің салдарынан ол бірден есінен танып құлап түсті. Бұл оның қарғысын қабылдаған сәт еді. Қараңғылық ұялап, терезеден сыртқа қарап тұрған әйелдің көзі үреймен шарқ ұрды. Бөлмеде тыныштық орнап, ауа суып, уақыттың өзі тоқтап қалғандай болды. Бір сәтке әлемнің бәрі бұлыңғырланып, оның көзіне қараңғыдан шыққан бейне ғана анық көрінді. Ол мысық. Оның көздері бұрынғыдан да сұмдық, әлдеқайда терең, жүрек түкпіріне енді жамандықтың ескертпесін тастап кететіндей еді.
Әйел кенеттен есінен танып қала жаздады. Мысық оған жақындай берді, оның көздері енді адамдық емес, басқаша, жануардан тыс бір тіршілік иесінің көзіне ұқсады. Бұл көлеңке оның алдында тұрған жоқ, ол оны жай ғана байқаусыздан бақылап тұрғандай еді. Бір сәтте, мысықтың даусымен таңқалатын сөздер құлағына құйылды. Бір күні сен өз балаңның орнына мені қайта тудырасың. Бұл сөздер әйелдің жүрегін қатты соқтырды. Оның миына сұмдық бір ой кіріп шықты, алайда ол қандай да бір себеппен бұл ойдан қорықты. Мысықтың сөздері тым нақты, тым анық естіле бастады. Ол оған тіпті күлімсірегендей, бірақ өте сұмдық күлкімен қарады. Әйел тұншығып, жандағы жақтаушы сөздерге сене алмай, қайтадан көзін жұмды. Бірақ оның көзі ашылса, өзіне таныс, бірақ көзіне сұмдық көрінетін бейнені көрді. Бала бейнесі сол сұмдық мысықпен бірге тұрып, одан көз алмай қарап тұрды. Оның көздерінде тіршілік болғанымен, оның ішкі жағы, қорқынышты күші бар бірнеше ұрпақтың рухы болатын. Мысық тағы да сыбырлап қояды. Сенің баланың не үшін сенің орныңда ала алмайтынын түсіндің бе? Сіз мені өлтіргенде мен оралдым. Бірақ бір күні өз балаңның орнында мені қайта туасың. Әйел қанша тырысса да көзіне жас алмады. Оның түкпірінде бір нәрсе сол айтылған сөздердің әсерінен қыңқ етті. Ол әрбір сөзімен көз алдына өз қателігін қайта көріп, жүрегінің бір бөлшегі қан жылағандай болды. Бұл сөздер оның бұрынғы жасаған қылмысына дәлме-дәл куәлік ететіндей еді. Ол бар болғаны мысықтың көзіне қайта қараса болды. Оның көзі тек өш алу ғана емес, көзіне түскен барлық қателіктердің жазасын қайта сездіріп тұрғандай болды. Сол түні әйелдің ақыл есі жүйкесімен шайқалғандай күйде болды. Ауылдағылар үшін ол жай ғана бір мысықтың тылсым күшінен қорқып жүрген әйел еді, бірақ шындығында оның жүрегіндегі айқайлар мен ішкі түнек басқа бір әлемді көруге мәжбүр етті. Бұл сәт оның ең үлкен қорқынышының дәл өзі еді. Бір күні ол өз баласының орнына сол қара мысықты қайта дүниеге әкеліп, бұрынғы қылмысының салдарынан ұзағырақ өмір сүруге мәжбүр болатынын түсінді. Әйел есінен танып көзін жұма сала, өз жүрегіндегі ауыр салмақты сезінді. Оның ішінде бейне бір күтіп тұрған қатыгез рух жиналып келе жатты. Сол түннің дәл өзі ол үшін соңғы сәт болардай еді. Түннің қараңғылығында әйелдің жүрегі ұдайы алаңдаулы күйде соғып тұрды. Қара мысықтың көздері әлі де оның санасында, жүрегінде қалып қойғандай сезілді. Ол әрбір қадамында оның көлеңкесін сезетіндей еді. Бірде оның артынан шыққан сырғыған дыбысты естіп, тоқтай қалған сәтте, сол көлеңке тағы да оның жанында пайда болардай көрінді. Бірақ айналасында ешкім жоқ еді. Әрине, кім мұндайдан қорқатын болса, сол адам көп ойланар еді, бірақ әйелдің жүрегі тек бір ғана үреймен толы еді, мысық онымен бірге. Алғашында ол осыны өзіне түкке тұрғысыз, жай ғана қорқыныш деп есептеді. Бұл менің санамда пайда болған елес деп ойлады. Бірақ оның көз алдына қайта-қайта шығып тұрған мысықтың суық, езіп бара жатқан көзі оны тыныштандыра алмады. Ол бастан аяқ қорқынышпен қарайтын, бірақ оның өзінен емес, оның қасындағы бар нәрселерден. Әйел түннің бір уақытында мысықты тек ойлап қана қоймай, оны өз көздерімен көрді. Ол өзінің үйіне қайтып келе жатқанда, қараңғы көшеде тек көлеңкелер ғана қозғалмайтындай еді. Бірақ бір мезетте оның жүрегі кенеттен күшейіп, тынысы қиылды. Терезенің сыртынан, қорқыныштың терең қабатында ол көлеңке қайта қозғалды. Мысық. Ол дәл осы жерде, оның артынан тұрып, оған күлімсірегендей қарады. Сол кезде, әйел әр қадам сайын оның көздері ішіндегі сұмдық күшті сезінді. Мысық оны көкке көтеріп, ішіндегі қараңғылықпен толықтыратын сияқты еді. Бірнеше күн бойы әйелдің ақылы бұлыңғырланып, ойы әрең таза болды. Ол үйінде отырып, әрбір бұрыштан жанына жақындап келе жатқан мысықтың бар екенін сезінетін. Құлағында оның мысықтың аты жөнін айғайлағандай сезімдер болды. Не үшін қайта оралдың деп сұрауға батпады. Өйткені ол сол сұраққа жауап бола алмайтынын біледі. Бір күні кешке, әйел ұйқысыз түндерінен біріне тағы да шала түс көрді. Ол қара мысықты алғаш рет көреді, бірақ бұл тек сұмдық емес еді. Бұл оның өз жанынан келіп, оның ішіндегі барлық тереңде жатқан үрей мен кінәні шығарып жатқандай еді. Мысықтың көзі оны дәл сол жерде, шынайы түрде күзетіп тұрды. Ол әйелдің жүрегін көріп, соның ішіндегі қорқынышын жақсы түсінді. Әйел таңертең тұрғанда оның ішіндегі әлдебір терең күштің өз өміріне толық билік ете бастағанын сезінді. Ол төсегінде жатқанда мысық оның жанында отырды. Оны өзінің көлеңкесі ретінде, жанын бақылаушы ретінде сезінді.
Күні бойы ол ешқайда бара алмады. Дүниеде оның алдында тұрған барлығы да мысық сияқты қарап тұрды. Ол қорқып, басын төмен түсіріп жүрді, бірақ оның көздері әрқашан оның артында тұрды. Ол өзінен бұл сұмдықты қашып құтылмайтынын біледі. Мысық оған қашанда жақындап келеді. Оның артынша оның көлеңкесі енді мәңгілік бірге болмақ. Мысық оның өмірін өз қамқорлығына алды. Ол әйелдің барлық рухани күші мен тіршілік бейнесін бақылай отырып, оның ішіндегі кінәні өз орнына қоя берді. Әйел үйіне кіргенде әрқашан бір нәрсені аңсап күтетіндей болатын, бірақ ол шын мәнінде мысықтың көзімен оның өзі болатын. Әйелдің жүрегі ауырлап, қорқыныш оны ешқашан тастамайтын болды. Ол енді өз өмірінің әр сәтінде көлеңкедегі мысықтың көзін сезді, ал бұл көлеңке оның жазасын толық алуды жалғастыра беретіндей еді. Мысық оның соңынан қалмайтын. Ол әйелдің бар өміріне билік жүргізіп, оған тыныштық қалдырмайтын болды. Әрбір қадамын аңдып, әрбір қимылын бақылап тұрды. Түн тыныштыққа еніп, үйдің ішіндегі ауа салқындап, қараңғылық қабырғаларға қонғандай болды. Әйел бұл құпияны түсініп алған кезде, оның жанында не болып жатқанын ешкім сезбеді. Бірақ ол анық білді, мысық, оның көзі, оның рухы, оның ішіндегі әлдебір күші осы үйде қазірдің өзінде жайылып отырды. Ал оның келуінің себептері, алдағы оқиғалар қорқыныштан да асып түсетін еді. Бір күні таңертең үйдің жанында тұратын көршісі өлі күйде табылды. Оның денесі белгісіз күйде, төңкерілген күйде жатты, жанында қаннан дақ қалған. Жергілікті полиция бұл оқиғаны зерттеп, оның өліміне ешқандай түсінікті себеп таба алмады. Бірақ әйелдің көзіне бәрі түсінікті болды. Ол сол сәтте мысықтың жайбарақат жүруін сезді, оның қараңғы көзі әйелге қарай бағытталғандай болды. Сол көздер оның жанына енді жайлап кіріп, қорқыныштың бар түкпірінен басқа бір нәрсені шығара бастады. Ертеңінде көршінің тағы бірі жоғалып кетті. Алдымен ол жай ғана үйінен шыққан сияқты көрінді, бірақ оның денесі ертесінде сарайдың артына төңкеріліп жатты. Оның мойнындағы терең ізі мен қанның іздері тек бір ғана нәрсені білдіретіндей еді, бұл жерде, үйде тылсым күш жұмыс істей бастағандай. Бірінші өлімнен кейінгі оқиғалар барлығын таң қалдырды, бірақ әйел ішкі түйсігімен бәрін сезді. Мысықтың рухы осы үйде өмір сүріп, қазір өз жазасын беру үшін жандарды іздей бастады. Түнде үйде бірінен кейін бірі түсініксіз дыбыстар естіле бастады. Құлаған жиһаздардың, сынып жатқан әйнектердің дыбыстары, бөлмелерде әлдебір күштің қозғалғанын сездіріп тұрды. Әйел терезе жақтан қараса, оның көзі тағы да бір қара мысықтың көлеңкесін көрді. Ол ақырын бөлмелерде жүріп, ешкімге байқалмайтын жерге қарай жылжып бара жатты. Бірақ сол түнде әлдебір дауыс қатты шығып, әйелдің есін шығара жаздады. Мысықтың үнінде жағымсыз, тіпті адамға тән емес бір нәрсе бар еді. Бұл тек басы ғана деп сыбырлады дауыс. Келесі кезекте сенің көршілерің. Әйелдің жүрегі қатты соқты. Ол терезеден тысқа қарағанда көлеңке тағы да жүзіп бара жатқандай болды, бірақ оның арасына адам бейнесі қосыла алмай тұрды. Мысық өзінің күрт өзгерген пішінімен тағы да жыртылып, осы үйдің ішіндегі барлық тіршілік иелері мен адамдарды іздеп, бір-бірден жоғалтып бара жатқандай болды. Түндер тым ұзаққа созылып, әйел шошып оянатын болды. Оның әрбір қадамы мен әрбір тынысы, әрбір айналасы бұл әдеттегі өмірдің бұзылуының белгісі еді. Әрбір көршісінің өлімі оған біртіндеп мысықтың көзімен қарауға мәжбүр етті. Ол бәрін біліп тұрды. Мысықтың жаны осы үйде ғана емес, тұтас ауылды аңдитын сияқты еді. Әйелдің зәресі ұшып күндіз де, түнде де мысықтың көзін көрумен өткізетін болды. Ол шынымен де үйінде ешкім жоқ сияқты сезінетін. Бірақ кенеттен тағы бір кеште ол көлеңкенің біртіндеп жуып өтіп, үйдің ішіне жаңа өмір әкеліп жатқанын көрді. Бұл тек бастамасы ғана еді. Мысық өзінің ізімен жүріп, жандарды бөліп, беймәлім күшпен өлтіруді жалғастырды. Оның көзі, оны қорқытқан сайын, бір сәтте қорқыныштан асқан қуатты күшті сезінген әйелдің жүрегін иеленді. Оның көздеріндегі қуат күннен күнге артып, әйелге барынша жақындады. Әрбір көрші өліп жатқанда әйел қашып құтылмайтынын түсінді. Мысықтың қарғысы қаншалықты қуат болса, оның тылсым күштері де солай тереңдей түсті. Оның жолында ешқандай тірі жан қалмайтын сияқты болды. Мысық оның жүрегін басып, тек өлім мен бұзылуды алға қойғандай еді. Әйелдің ақыры сасқалақтап, өз үйінен қашуға бел буды. Бірақ мысық оны айналшықтап, қадағалап тұруды жалғастырды.
Әрбір қадамында оның ізі, көздері және тынысы әйелдің артынан еріп, оның таңдауын тып-тыныш қадағалап тұрды. Түннің қараңғылығында барлық нәрсе тыныштықта еді. Тек үйдің ішіндегі әлсіз, жарық терезелер арқылы сығалаған көлеңкелермен ойнап жатты. Әйел өз бөлмесінде отырды, жүрегі дүрсілдеп, тынысы жиілеген. Ол әлі де таңертеңгі түнде орын алған оқиғаларды еске алып, қалың ойдың құрсауында еді. Үйдегі тылсым құбылыстар мен іздері қалмаған, бірақ оның ішіндегі үрей жалған бейнемен оралып келіп, денесін қысып тұрды. Кенеттен бір сәтке бөлменің тыныштығын бұзып, терезе жақтан әлдебір қозғалыс байқалды. Әйелдің көзі сол жаққа ауып, терезеден сыртқа қарай кез келген нәрсеге қарады. Бірақ еш нәрсе көрінбеді. Жаңа ғана көргені тек бір қалыпты қараңғылық еді, ешбір белгісіз қозғалыс болмайтындай көрінді. Алайда бір сәттен соң оның көзі терезенің бұрышына қадалды. Қараңғылықтың ішінде анық көрінетін, бірақ бір сәтте ғана жылтырайтын екі көз тұрды. Олар оны бақылап, тек тынымсыз қарағандай, бірдеңе күтіп тұрғандай еді. Қарапайым көздер емес еді. Қараңғылықтың ішінен шыққан сұмдық жаратылыс, зұлымдық пен қорқыныштың белгісі сияқты. Әйел қатты үрейленіп, жүрегі басып кетті. Оның қолдары дірілдеп, денесі мұздай суыққа айналғандай болды. Ешбір дыбыс естілмеді, тек сол көздер терезенің ар жағынан қарап тұрды. Олар жылтылдап, әйелдің бойында терең қорқыныш пен әлсіздік сезімін туғызды. Әйел тығырыққа тірелгендей сезінді, ол көздер тек оған қарап қана тұрған жоқ, олар оның ішіндегі ең терең, ең қараңғы қорқынышын көріп тұрды. Терезедегі әлдебір көздердің қарауы әйелді айналып өткен жоқ. Ол бірнеше минут бойы осы көздерден айырылмады. Олар ештеңе істемей тұрды, бірақ олардың жаратылысы тұрған жері мен олардың ішінде жатқан сұмдық күш, әйелдің миында бір сұрақ қалды, бұл не? Әйел терезеге жақындап, бірақ ешқандай күш оны терезеден шығуға итермелей алмады. Ол қайта қарауға қорықты, бірақ сонымен бірге көздер одан кетпей, терезе жақтауында қалады. Олардың қарауы оны ішінен жаралап, айналадағы дүниені қараңғылыққа айналдырды. Әйелдің денесі дірілдеп, қолдары қалтыраған кезде, терезенің сыртындағы көздер бір сәтке жылт етіп көзді ашқандай болды. Олар қазір көргенін түсініп, әрбір детальды қарағандай, ал оның ішінде жатқаны белгісіз қорқыныш еді. Терезенің артында тұратын әлдебір қуат оны бақылап тұрды, бірақ ол ештеңе істей алмайтын, тек қорқынышты сезімдермен оны өз тұзағына алуды күтіп тұрғандай еді. Түннің терең тыныштығы, сырттағы қараңғылық, бәрі тыныққандай болып көрінетін. Әйел өз бөлмесінде отырды, көздері әлі де қорқыныштан шаршаған, жүрегі босаңсып, ештеңеден қорықпағысы келгендей еді. Бірақ үйдің ішіндегі ауыр тыныштықты бұзған бір нәрсе болды. Бір сәтте, өзінің тыныштыққа үйренген санасында, ол сыбырлағанды естіді. Бастапқыда ол өз-өзіне күдіктене қарады. Мүмкін, қателескен шығар деген ойды санада өткізіп көзін жұмды. Бірақ сыбырлар анық, әлдеқайда жақын естілді. Әрбір сөзде күдік, қорқыныш, жоғалған үміт бар сияқты еді. Ол үнді тыңдай бастады. Бөлмеде ешкім жоқ болғанымен бұл сыбырлар қаттырақ шығып жатқандай. Қайдасың, әлдеқайда жұмсақ, бірақ бір мезетте қатты дауыспен сыбырлады. Бұл үн оның құлағына тұншығып, жанын сыздатты. Әйел бұл дауыстарды басында тек өз ойы деп ойлағанымен, енді олар нақты біреудің аузынан шыққандай сезім тудырды. Ол төсекке тығылып, жүрегі шапшаң соғып, бар дауыспен тыныштық іздеді, бірақ сыбырлар жоғалған жоқ. Қайдасың? Дауыстың күші арта түсті, оны тыңдаған сайын, әрбір сөз оның жанына салмақ түсіргендей болды. Сол сыбырлаудың арасына ешқандай тыныштық немесе үзіліс кірмеді. Әрбір сөзді өткен уақыттың ауыртпалығы сияқты қайта естіді. Қайдасың? Ол да осы сұрақты өзіне қайталап қойды. Бірақ бұл сұрақ оған емес, оның ішіндегі әлдебір тылсым күшке қойылып жатқандай еді. Әйелдің денесі мұздап, қорқыныштан өңі бозарып кетті. Ол төсекке тығылып, терезеге қарай бұрылды. Түнде қорқыныштың күшейгенін сезді, бірақ сырттан ештеңе естілмеді. Сыбырлаудың көзі қайда екендігін анықтау мүмкін болмады. Ол ешкімді көрмеді, бірақ сыбырлар тек өзінен қалды. Оның айналасы тұтас қараңғылыққа оралып, сол сыбырлар бұрыштан бұрышқа ауысып, оның миында айқайлап жатты. Әрбір тыныс сайын ол тек сол сұрақты естіді, қайдасың? Сонан кейін сыбырлар бір сәтте тоқтады. Әйел терең тыныс алып, арқа сүйе алмай қалды.
Қорқыныш сезімі одан арылмай, қайтадан оның ішіне күңгірт күдік тастады. Ол терезеге көз тастап, сыртқа шыққан сайын бәрі тыныштықпен тұншыққандай болды. Бірақ бір сәтте қайтадан сыбырлы сөздері естілді, бірақ бұл жолы олар айқын болды. Мен сені іздеп жүрмін. Сен мені табасың. Әйелдің жүрегі тағы да тоқтап қалғандай болды. Ол үндемей, тыныштықта қалды, бірақ оның ішіндегі сұмдық күдіктер тыныштықты бұзды. Сыбырлардың үндері одан алыстай түскендей болды, бірақ ол әрбір қозғалысында, әрбір үнде олардың соңы жоқ екендігін сезді. Түннің қараңғылығында үй ішіндегі тыныштықтың бұзылмайтын сияқты көрінген сәтінде әйел орнынан тұрды. Бөлмеде тек жалғыз, әлсіз жарық жанды, терезеден сырттағы қараңғылықтың ішінде ештеңе көрінбейтін. Бірақ оның жүрегі шошып, бір нәрсені сезгендей болды. Бірнеше секундқа аялдап, денесі ауырлап кеткенін сезінді. Сол кезде кенеттен бөлмедегі тыныштықты бұзған сыбырлар естілді. Алғашында ол өз-өзінен күмәнданды. Мүмкін бұл жай ғана сандырақ, таңғы үрейдің салдары шығар деп ойлады. Бірақ сыбырлар тым анық, тым жақын еді. Біреу оның атымен сыбырлап тұрғандай сезілді. Әйелдің жүрегі шапшаң соғып, денесі қата бастағандай болды. Ол құлақтарын тігіп тыңдай бастады. Қайдасың? Дауыстар баяу, бірақ анық шықты. Бөлменің түкпірінен ауада бұлыңғыр болып тұрған осы сөздер оны шошытты. Бұл сыбырлар әйелдің ішіндегі бір нәрсені қозғалтқандай, ұзақ уақыттан бері құлағында жаңғырып тұрды. Оның жанында бір нәрсе ұқсас болса да, ол оларды көре алмайтын еді. Бірақ бұл дауыстар әйелдің жүрегіне терең қорқыныш ұялатты. Олар бірдеңе іздеп жүргендей. Әйел терезеге қарай бұрылды, бірақ сыртта ештеңе көрінбеді. Қараңғылықтың ішінде тек көлеңкелер ғана қозғалатын сияқты болды. Ол тыныс алуын тежей алмай, бөлменің бұрыштарына көз тастады. Кенет, ескі ағаш еденде біреудің басып жүргенін естіді. Әлдебір ауыр қадамдар баяу жүріп келе жатқандай. Әйелдің жүрегі дүрсілдеп, көздері дүрбелеңмен бөлмеге қарады. Бірақ ешкім көрінбеді. Қадамдар тоқтап, біраз уақыт өткен соң, сыбырлар қайта шықты. Бұл жолы олар әлдеқайда анық болды. Біз қайтып келдік, бізді тыңда, бізді көр. Әйел есінен танып қалмай, өзіне ие болуға тырысты. Бұл тек түс немесе өз елесі деп ойлағысы келді, бірақ көлеңкелер арасында әлдебір бейнелер пайда бола бастағанын байқады. Бөлменің қапталынан, ескі сырланған қабырғалардан, ауада әлдебір қозғалыс байқалды. Бір сәтте, әйел көріп тұрған нәрсе оның жанын шошытты. Ең жақын бұрышта, құпиялы түрде, жалғыз, бетінен қан ағып тұрған адамның рухы пайда болды. Ол ешқандай дыбыссыз қимылдады, бірақ оның көзі, бос, сұмдық үңілген қара көздер, әйелдің жүрегін жартылай алып кеткендей болды. Осыдан кейін, басқа бір елес жүзі өңсіз, көздері жабық, ал кеудесінде терең іздер қалған адам көрінді. Ол жақындап келе жатты. Әйел тыныс ала алмай, денесі мұздағандай болды. Ал олар жақындаған сайын, ауа салқындап, бөлменің ішінде суық жел соғатын сияқты еді. Олар жанынан өтіп, әйелдің денесін өрттей сезінді, бірақ сол рухтар оның артында көрінгенде, көлеңкелер тағы да пайда болып, енді оған жақындаған адамдардың бейнесіне айналды. Қайтып келдік деп сыбырлады біреу, тыныштықта қалма, бізді ұмытпа. Әйелдің денесі қатып қалды, оның қолдары әлсізденіп, жүрегі тоқтай жаздады. Ол енді ештеңені сезінбейтін, тек қорқыныштың үстінен суық тердің терең ағысы ағатын еді. Рухтардың сыбырлары, олардың жүздері оны қоршап тұрды, және әйел әрбір сыбырды естіген сайын тереңдіктен әлдебір күштің оны өзіне тартып бара жатқанын сезінді. Сол түннің өзінде әйел осы үйдің бұрынғы тұрғындары, олардың қазалары мен кінәлары әлі де осы жерді қоршап, өлілердің рухтары қайта тіріліп, өзін іздеп жүргенін түсінді. Олар әрбір адамды, әрбір қадамды бақылай отырып, өз өлімдерімен әйелдің жанын шайқап тұрды. Әйел терезенің алдында тұрды, терең тыныс алып, қолдарын терезеге сүйеп, сыртқа қарады. Түннің қараңғылығы терезенің әйнегінде көлеңкелермен ойнағандай, бірақ оның ойы бір сәтке ғана тынышталды. Мысық әлі де бөлмеде, дәл оның артында жүрді. Оны әрдайым сезіп жүрді, оның суық, алакөлеңке көздері әйелдің жанын жайлап алып, әрбір қадам сайын оның тынысын тоқтатып, жүрегін аяздай үсіткен. Мысықтың көзі, оның кәріде өткір көзі, әйелдің әрбір қозғалысын бақылайтын сияқты. Әйел есінен танып қала жаздады.
Қанша жерден жасырып, одан құтылғысы келсе де, мысықтың онымен бірге екендігі әр сәтте оның санасына салмақ түсірді. Үйде басқа ешкім жоқ еді, ал мысық оның қараңғы бейнесі, тығырықтан шығатын ешбір жол жоқ сияқты көрінді. Ол бөлмеден шығып, есікке қарай жүгірді. Алайда есік ашыла қойған жоқ, тым баяу, тым ауыр. Мысық есікке жақындап қайтадан көрінді. Оны терезеден көргенде, оның көздері оның жанына тіке қарап тұрғандай болды. Қорқыныш оның денесін түгелдей жаулап алды, қолдары дірілдеп, еріксіз орнында тұрып қалды. Мысық оны қуды, әлде бір тылсым күштің әсерімен оның артынан еріп келді. Әйел есікті қайтадан ашып көріп, бірақ ішке бір нәрсе кіре алмайтындай болды. Ол терезеге жақындап, жарықты сөндіруге тырысты, бірақ мысықтың көзі оның жанында сол сәтте ғана пайда болды. Терезенің әйнегінен жарқырап көрініп тұрды. Оны әрбір бетінің әрбір бөлігінен сезіп тұрды. Оның алыс күдігі оның түбіне жететіндей болды. Бір сәтте ол мұны шығаруға немесе оны өзінен қуып шығаруға тырысып бақты, бірақ оның өзі мүмкін болмады. Мысықтың қозғалысы баяу болды, бірақ көздерінде бір нәрсе ерекше көрінетіндей еді. Олар әйелдің артынша аңдып, жанын қинайтын күшті сезімдер туғызды. Әйелдің қолы жаңа ғана сырғитындай болды, бірақ оның ішкі бір бөлігі қимыл жасағысы келмеді. Мысық сол жерде, оның алдында тыныш күтіп тұрды. Көздері суық, оның қарауы әлдеқайда терең болды. Бір сәтте ол бұрылып, әйелге жақындай түсті. Әйел ішінен қатты айқайлағысы келді, бірақ оның дауысы шықпады, өйткені ол мысықтың қарауынан қашып құтыла алмай тұрғанын сезді. Бір сәтте ол тек тұрып қалды, әлде қалай ыңғайсызданғандай, қашу мүмкіндігі жоқ сияқты болды. Әйел терең тыныс алып, қолдарын қысып, мен сені қуып шығамын деп өзіне сеніммен айтты, бірақ оның сөздері ешбір мәнге ие болмады. Мысық оның қасында тұрды, және оның көздері әйелдің жанына толығымен үңіліп, оның ішкі қорқынышын көріп тұрды. Ол ешқашан бас тартпады, ешқашан қашпады. Әйел әрқашан сезетін болды, мысықтың қараңғылығынан шыға алмайтындығын, оның тұзағынан ешқашан құтылмайтынын. Мысық тыныш әрі баяу қозғала отырып, әйелдің қасына келді. Оның көздері жыпылықтап, күлімсірегендей көрінді, бірақ осы күлкіде сұмдық бір нәрсе бар еді. Ол әйелдің әлсіздігін байқағандай болды, оны жайлап өзіне тартып ала беретін. Әйел қанша қорыққанымен, мысық оған жақындаған сайын оның бойында ерекше бір сезім пайда болды. Ол мысықтың жанына байланып қалғандай болды. Қашып құтылу мүмкін емес. Ол қашқан сайын мысық оны қадағалап, барлық жолдарын жауып, оны қайтып келуге мәжбүр етті. Өткендегі күнәсінің жазасы ретінде, бұл мысықтың оны жоюға арналған жалғыз мақсатты күші болды. Адамның жаны осылайша тұзағына түскенде, ол ешқашан шыға алмайтынын түсінді. Әйел бір күні түнде көзін жұмып, терең ұйқыға кеткенде, оның дүниесі бір сәтке өзгерді. Ол ұйқының ең терең кезеңіне жеткенде, кенеттен бір белгісіз тыныштықта, айналасында бірдеңе қозғалғандай сезінді. Үйдің ішіндегі суықтық жүрегін суытып, түкпір-түкпірден әлдеқайда танымал, бірақ ұмытып кеткен бір дауыс естілді. Бұл сыбыр емес еді, бұл жай ғана тыныштықтың ішіндегі шақыру сияқты сезілді. Ол естен танып қалуға жақын болды, бірақ бұл сезім оны қайтадан әлдебір құбылысқа тартты. Әйел өзін бөтен жерде тапты. Қараңғы кеңістік, тыныштықты ғана ұстап тұрған, бірақ өте таныс болған бір бөлмеде тұрды. Ол айналасына қарады, бірақ ештеңе көрмеді. Бір сәтте оның көз алдында қараңғылықтың ішінен әлдебір қимыл байқалды. Бір нәрсе қозғалатын еді. Көздерін жұмып, қайтадан ашқан кезде, ол өзіне қарай жақындап келе жатқан қара мысықтың бейнесін көрді. Бұл мысық, оның өткен күнәсінің белгісі еді. Ол оны бұрын, өз қолымен өлтірген болатын. Бойында қараңғы күштермен қоршалған бұл мысық әйелге жылдам жақындап, оның алдында тұрды. Әйел кеудесінде ауырлық сезіп, денесі қатты үрейленді. Мысықтың көздері жансыз, қатал, бірақ оларда бір сұмдық күш бар еді. Оның қара көзі әйелдің көздеріне тіке қарады, ешқашан ауытқымады. Әйел бүкіл әлемнің айналасындағы тылсым күштердің онымен екенін сезді. Мысықтың көздерінде бір мұңды түсінік пайда болды. Мен қайтып келдім дегендей, олар әйелдің жанына үңіле қарап тұрды. Әйел қорыққаннан дірілдеп, денесі сіресіп қалды. Бұл мысық бұрынғы ұмытылған дүниенің қайтадан қасынан шыққан сияқты болды. Оның қара көзі ешқашан бос болған емес, олар әйелді қатаң бақылап, әрбір қозғалысын сезіп тұрғандай еді. Әйел есін жоғалтқандай болды. Бөлмедегі ауаның суықтығы, мысықтың тыныс алуы, оның денесіне жақындаған сайын үрейлену одан сайын күшейді.
Мысықтың жүзіне қарағанда ол бұрынғы көрген бейнесі сияқты болмады. Оның беті айқыш-ұйқыш болып кеткен, бірақ көздері өзгермеген еді. Бүкіл жан дүниесі әйелдің қорқынышын сезгендей, оны қайтадан өзіне бағындыруды жоспарлап тұрғандай болды. Әйел мұндай қорқынышты сезімнің астында тұрып қалды. Қанша күшенсе де оның жүрегі тоқтай жаздады. Мысық оған жақындаған сайын, әйелдің өткен күнәсі қайтып оралғандай болды. Ол өз қателігін мойындауға батылы жетпеді, бірақ мысық оған үнсіз, қайтып келдім, енді сен мені қайта тудырасың деп сыбырлап тұрғандай болды. Мысық бір сәтке аялдап, әйелдің жүзінде ешқандай рахым мен мейірім іздеген жоқ. Оның көздері қатал, ал денесі қорқынышты түрде әлсіреген әйелді жамандықпен жек көргендей еді. Әйел көзіне қарап тұрып, өз өткенін және қылмысын сезді. Бұл мысық, оның күнәсінің рухы, оның жазасының белгісі. Бүкіл өмірі сол бір сәтте, сол қара мысықтың көзіне қарап өтіп кеткен еді. Сол түні әйел ұйқысынан оянғанда оның жүрегі тынышталды. Бірақ миында мысықтың қара көздері әлі де анық тұрды. Ол оны өмірінде ешқашан ұмытпайтын болды, өйткені бұл мысық оның жанының бір бөлігіне айналып кеткен еді. Түннің қараңғылығында әйел көзін ашты. Тыныштықтың ішінде тек жүрегінің дүрсілі естілді, бірақ оның құлағында әлдебір беймәлім дыбыс күңгірт күйде қалды. Бұл дыбыс мысықтың тыныс алуы еді. Бірақ осы жолы оның ызыңы бұрынғыдан өзгеше, өте ерекше болып шықты. Әйел есін жиып, айналасына алақандарына суық тер тамшылап тұрғанын сезді. Есіктің тұтқасы қыңыр қозғалып, оның назарын өзіне аударды. Кенет, бөлмеде шамның жарығы әлсіреп, оның күңгірт сәулесі бөлмені тек жартылай ғана жарықтандырып тұрды. Бірақ әйелдің көзі бұрыннан білетін бір нәрсені іздей бастағандай болды. Ол сол сәтте ешбір дыбыссыз қадамдардың жақындап келе жатқанын сезді. Бұл қадамдар мүлде өзгеше еді. Ол мысықтың жылдам қимылдарына ұқсамайтын баяу, салмақты қадамдар болды. Әйелдің жүрегі тағы да қағып кетті. Жүрегінің соғысы мен үрейі оның денесін одан сайын тығырыққа тірегендей сезілді. Бөлменің есігі жайлап ашылды. Әйел артына қарады. Көз алдында мысық. Бірақ бұл мысық басқа болды. Оның формасы баяу өзгеріп, бір нәрсеге ұқсап бара жатқандай еді. Бастапқыда ол жай ғана жануар, тек қара мысық болса, енді оның денесі адам бейнесіне ене бастады. Басын төмен салып, тұмсығы мен мұрты бірте-бірте қап-қара теріге айналып, оның денесі көлем алып, жұқа қасқырдың денесіндей өзгерді. Мысықтың мойны ұзарды, жүндері бірте-бірте теріге айналып, оның көздері бұрынғыдай жарқырап, сұмдық жымиыспен әйелдің жанына қарай ұмтылды. Әйел орнынан қозғалуға да дәрменсіз болды. Қанша қорықса да, ол сыртқа шығуға тырысып, аяғын қозғамақ болғанда, оның көзі мысықтың адам бейнесіне енген ағзаға қарап қалды. Ол неге екені белгісіз, көздерін ашып жұмып, бір сәтте, әлі де мысықтың көзімен тіке қарап тұрғандай сезілді. Бірақ бұл көздер адам жанының ең терең қорқынышын сезетіндей қарады. Мысық, енді толық адам бейнесінде әйелдің алдынан тұрды. Сен мені өлтірдің, енді мен сенің өміріңе ендім деп, оның дауысы өзінен бұрын шықты. Дауысы тым таныс еді, бірақ әйел оны бұрын ешқашан естімеген. Бұл дауыстың ішінде тозақтық бір жан сырланған сияқты еді. Оның сөздері әйелдің жүрегін тағы да соққылап, оны үрей мен қасіретке батырды. Мысық адамның беті әйелге жақындады. Оның көздері енді күлкілі емес, сұмдық еді. Бұл көздерде неше түрлі жанның ашу ызасы мен қасіреті бар сияқты көрінді. Ол әйелдің әрбір қимылын бақылай отырып, оның жанын түгелдей жаулап алғандай болды. Сен мені өлтіргенде мен қайттым. Бірақ мен тек мысық емес, мен сенің өткеніңнің көрінісі болдым. Әр қадамыңды қадағалап, әрбір күдігіңді тудыратын мен, деді ол, бір сәтке әйелді әлсіретіп, оның ішіндегі қорқынышты тудырып, оны басып тұрғандай болды. Әйел көзін жұмып, ауыр тыныс ала бастады. Оның бойында ауырлық пен үрей пайда болды. Ол бұрынғыдан да әлсіз, қорғансыз сезінді. Бұл мысық енді тек бейнемен шектелмейтін, оның өмірін бақылайтын, оның есінде қалған күнәларынан құтылуға мүмкіндік бермейтін бір сиқырлы күшке айналған еді. Мысық адам бейнесінде әйелдің жанында тұрып, оның барлық қорқынышын, барлық өткен күнәларын тудыру үшін өз күшін салды. Әйелдің жүрегі одан сайын ауырлап, санасынан есірген ойлар өтіп, бірақ бұл жағдайдың аяқталуы жоқ сияқты болды. Мысықтың күлімсіреген бейнесі, оның қара көздері, әйелдің алдында тұрып, оны қорқытуды тоқтатпайтын сияқты болды.
Түннің қараңғылығында әйел орынсыз бір тыныштықты сезді. Бұл тыныштық қорқынышпен араласып, жүрегінде әлде бір ауырлық сезімін тудырды. Ол терезеден сыртқа қарап тұрғанда, көлеңкелердің арасында бір нәрсе қимылдап жүргендей болды. Үйдің ішіндегі бәрі тыныш, бірақ оның жүрегі дүрсілдеп, бірдеңе болатынын сезді. Кенеттен біреудің сыбырлаған дауысы құлағына жетті. Бұл дауыстың мән мағынасы болмады, тек ауыр, жайылған дауыстың бір бөлігі сияқты еді. Әйел күмәнданып иесін жинап көруге тырысты. Ол көзін ашып, бөлмеде ештеңе көрмей, өз-өзіне сенбестен айналасын бақылап отырды. Бірақ бір сәтте ол не көрді? Әлде бір фигура, түннің күңгірттігінен шыққан бір қараңғы силуэт баяу, бірақ айқын түрде оның көз алдында тұра қалды. Бұл мысық. Бірақ бұрынғы мысық емес. Оның көзі бір түрлі адамдық қасиетпен жарқырап тұрды. Сол көздерде терең, сұмдық күдікпен кегеді. Әйелдің жүрегі қатты соғып, оны тығырыққа тіреген үрей үстіне құлады. Мысық баяу оның жанына жақындап, терең әрі сиқырлы күлімсіреп тұрып, әйелге қарап: «Ана, мені қабылда. Әйтпесе, қарғыс мәңгілікке қалады», деп сыбырлады. Әйел өз құлағына сенбеді. Оның дауысы терең әрі қатыгез, өткеннің ауыртпалығын сездіріп, әйелді жамандыққа ұшырататындай болды. Ол қадам сайын өзіне қарай жақындап келе жатқан мысықты көрді, бірақ не істерін білмеді. Оның тәнінде шымырлап, қайдан басталатынын білмейтін ауыр сезімдер туды. Бұл сөздер бір түрлі болғанмен, оларды естігенде әйелдің жанында ессіз қорқыныш пайда болды. Әйелдің алдында өмірінің барлық күнәлары, қорқыныштары мен сәтсіздіктері бейнеленгендей болды. Мысықтың көздері одан сайын өткірленіп, оның санасына еніп, барлық өткен сәттерін қайта-қайта сезіндіріп тұрды. Әйел оның алдында сілейіп тұрып, өз-өзіне қандай да бір шешім қабылдай алмай тұрғанын сезінді. Мысықтың соңғы сөзі оның жанына сілкініс бергендей болды, әрі ішкі тыныштығын толығымен жоғалтты. Мысық күлімсіреп, тағы бір рет сыбырлады: «Егер мені қабылдамасаң, қарғыс мәңгілікке сенің жаныңда болады. Сен ешқашан қашып құтыла алмайсың». Бұл сөздер әйелді бұдан әрі қозғала алмайтын, құрсаулап алған торға айналды. Ол құтылу мүмкін емес екенін, бұл қарғыстың ұзақ уақыт бойы оның өмірін тізгіндеп тұратынын білді. Әйелдің жүрегі өз орнынан шығып кететіндей болды. Мысықтың сұмдық көздері оның жанын тесіп өтіп, әрбір сөзінен қорқыныштың қара көлеңкесін тастап тұрды. Бірақ кенеттен оған бір түсініксіз күш сезілді. Қорқыныштың тұманынан бір сәтте үзіліп, оның жүрегінде әлдебір күдік пен үрейден тұратын әлсіз үміт пайда болды. Ол мысықтың алдында тұрып, оны тағы да көзімен шолып көрді. Мысықтың күлімсіреген бейнесі әлі де жанын қорқытатын еді, бірақ әйелдің жүрегінде әлдебір құштарлық пен ауыр сезім араласқан бір нәрсе оянды. Бұл әйел үшін таңғажайып әрі қауіпті әрекет еді. Ол не істерін білмей, жүрегі секіріп, көзін жұмып, оны бауырына басуға шешім қабылдады. Кенет, барлық қорқыныш пен үрей денесінен шыққандай болды. Әйелдің қолдары, әлсіз болса да, мысықтың суық денесін қысып ұстады. Ол мысықты бауырына басып, оның ауыр терісін сезінді. Бұл бір мезетте әлсіздік пен қорқыныштың араласқан сезімдері болғанымен, оның ішінде тылсым күштің басталғанын сезді. Мысық әлі де көздерін әйелдің бетіне қадап, оның қолынан сезімсіздірек еді. Бірақ әйел өз сезімін түсінбесе де, оны тағы да қымтай ұстады. Ол тыныс алуды ұмытып, мысықтың тынысын ғана естіді. Бұл тыныс оның санасында бірталай уақыт бойы тұрып қалды. Сұмдық әрі алапат сезімдер әйелдің жүрегін жойып, бірақ ол өз әрекетіне кәміл сенгендей болды. «Қабылда мені, ана!» деген дауыс әйелдің санасына тағы да енді. Бұл дауыс бәрін жұтты, бірақ мысықтың денесіндегі салқындық пен оның ауырлығына қарамастан, әйел оны шын мәнінде қабылдауға дайын болардай сезінді. Әйел бауырына басып, оны қысып тұрып, бір сәтке тыныштық орнады. Мысықтың көздерінде бұрынғы сұмдық жоқ еді. Бір сәтте, оның ауыр көзіне, басы мен жанына толықтай батқан әйел өзін қараңғылықтың құшағында сезінді. Мысықтың ішкі әлемі оған ашылып, ол әйелдің жанын тереңірек зерттеп жатқандай сезім туды. Бірақ әйелдің іштей қиналып тұрып, ол мысықтың жүзіне көзімен қарап, оның барлық сенімсіздігі мен қорқынышын ұмытып, біртіндеп өзін иемденуге рұқсат берді. Бұл шешімнің ауырлығы мен оның құпиялығын сезінген әйел, өзіне не болғанын әлі түсінген жоқ. Бірақ мысықтың күлімсіреген бейнесі оның алдында тағы да пайда болды, оның көзі жұмсақ болып, бір түрлі, таныс әрі шынайы жылылық тастады.
Ол әйелдің көкірегіне тиіп, оны мәңгілікке өзіне бағындыруға дайын екенін сезді. Әйел тыныс алып, миымен жүрегіндегі қорқыныштан тұншығып қалғандай болды. Бірақ бір сәтте, ол өз ішкі сезімін, қателіктері мен өткен күнәларын қабылдай отырып, оны бауырына басуға шешім қабылдағанын түсінді. Мысық оны қазір емес, бірақ болашақта мәңгілікке иемденетінін, сол арқылы оның өз тағдырын өзгертіп, қайта туғанын сезінді. Әйел мысықты бауырына қатты қысып, оның суық денесін сезінді. Бүкіл әлемнің тыныштықта қалуы мен қорқыныштың араласқан бұл сәтінде, оның ішіндегі үрей бір түрлі қаңырап қалды. Мысықтың терісінің жұмсақтығы мен салқындығы оның жүрегінде ұлы әрі терең дағдарыс тудырды. Қорқыныш пен қанағаттану арасындағы сызық өте нәзік болды, бірақ әйел сол сәтте өз таңдауын жасағандай сезінді. Ол мысықты өзінің ішінде терең қабылдады, оны жанына, өзіне жақын тартты. Бірақ сол сәтте бөлмедегі ауа кенет өзгерді. Қараңғы тыныштықтан кейін бөлмедегі ауа салқындаған сияқты болды. Терезе кенеттен сықырлап ашылды, ішке үрейлі, суық жел кіріп, әйелдің шаштарын қалтыратты. Бөлмедегі жарық әлсіреп, әлсіз ғана жарықтың қалдығы бөлмеде жыпылықтап тұрды. Әйелдің жүрегі тағы да қатты соғып, ол терезенің ішке қарай ашылғанын байқап қалды. Бұл тек бір сәтке байқалды, бірақ оның ішкі түйсігі оған әлдебір тылсым күштің енгенін білдірді. Кенеттен, әйелдің денесі бұрын көрмеген бір күштің әсерінен сілкініп кетті. Қараңғылықтың арасынан терезеден шыққан бір сұмдық қол әйелді тартып, оны жұлып әкеткендей болды. Қолдар қара, қалың және ұзын еді. Олардың саусақтары әйелдің аяғына ілініп, оны бірден үстелдің жиегіне қарай тартты. Әйелдің кеудесі ауырлап, тынысы тоқтағандай болды. Ол күшейіп келе жатқан қолдарға қарсы тұруға тырысты, бірақ қолдардың күшінен, әрі қарай тартқан сайын оның денесі әлсіреп, ол басынан аяғына дейін қаншалықты қорқынышты екенін сезді. Мысық оның қолында әлі де тыныш, бірақ көздеріндегі тылсым күші әйелдің жанын тағы да жойып жіберуге дайын тұрды. Бірақ әйел бұл жай ғана мысықтың күші емес екенін сезінді, өйткені түннің күңгірттігінен шыққан қолдардың қасиеті әлдеқайда терең әрі сұмдық болды. Терезеден кірген қараңғы қолдар оның бар күшін жұтып, оны тартып әкетті. Әйел айқайлады, бірақ дауысы жоқ болды. Ол көзін жұмып, ішкі рухы мен жанын қорғауға тырысты, бірақ сол қолдардың қатыгездігі оның өмірі мен болашағын өзіне қаратып алып, оны терең тұңғиыққа сіңіріп жатқандай болды. Мысық, оның көзінде бұрыннан бар күлімсіреген бейнесімен, өзінің қатысушысын бақылай отырып, әйелдің құлдырағанына күлімсірей қарады. Ол әйелдің тағдырын таңдағандай болды. Әйелдің соңғы көзіне түскен сәтінде, ол өзінің тәнінде қалған қорқынышты сезімдерден құтылу мүмкін емес екенін сезінді. Қараңғы қолдар оны ешқашан босатпайтын болды. Түнгі тыныштықты бұзған бір сәтте, әйел терезеден енген қараңғы қолдардың жұлып әкеткенінен кейін, үйдің ішінде таңқаларлық тыныштық орнады. Бірақ бұл тыныштық, қорқыныштың мүлде басқа түрі еді. Әйелдің көздері әлі де қорқынышпен ашық, бірақ оның жүрегі айнып, денесі қалың суық терге толып қалған. Ол орнынан тұруға дәрменсіз болды, тек бір ғана ой санасында айналып жүрді, не болып жатыр? Бөлмеде ең алыс бұрышта бірдеңе жылтырап жатты. Әйел оған жақындап көзін ашып, қатты жандырып, оның ортасынан шығып келе жатқан суықты сезді. Бесіктің ішінде мұздай, қатты денелі, жансыз жатқан бір қыз бала жатты. Оның тұлғасы тыныш, көздері ашық еді, бірақ оның жүзінде өмірдің белгісі жоқ, тек суық, жіп-жіңішке тері мен жансыз көздер ғана қалған. Бала мүлде қимылдамай, тыныш жатқан еді, бірақ оның қасіретті көздері әйелдің жанын шымшып, ішіндегі түнгі қорқынышты күшейтіп жіберді. Бесіктегі қыз балаға қарағанда, оның денесі мұздай, көздерінде ешқандай жан болмаған сияқты. Әйелдің жүрегі тағы да қатты соғып, оның денесі осы көріністен туындаған қорқыныштың әсерінен суықтан дірілдей бастады. Әрбір қадам жақындаған сайын, бүкіл бөлмедегі тыныштық ауырлай түсті. Әйел осыған дейін сезбеген, бұрын ешқашан көрмеген бір нәрсенің пайда болғанын сезді. Қыз баланың жансыз көздері әйелге қарағандай, бірақ олар ішкі қараңғылықтан, жамандықтың белгісінен туындаған сияқты болды. Бұл баланың бар болғаны өлімнің салқын бейнесі еді. Ол тек мәйіттік емес, өмір мен өлімнің арасындағы бір жаратылыс болып көрінді. Оның денесі қатаң, қатты әрі суық еді, ал оның қимылы жоқ. Әйел есінен танып қала жаздап, көздерін жұма бастады. Оның санасында бір түрлі сұмдық ойлар шыр айналып жүрді. Бұл баланың мына жерде болуы мүмкін емес.
Әйелдің ішкі жан дүниесі бұзылып, мұздай суық сұлба қайта-қайта көз алдына келіп, оның қолын тартып, аяғын қозғалтуға мүмкіндік бермеді. Кенет, бір сәтте оның көзі тікелей осы жансыз қыздың бетіне түсті. Бала оны өз көзімен тек бақылап жатқандай көрінді, бірақ оның көздеріндегі қарғыс пен ашудан бір сәтке ғана қорқып, әйел түкке тұрмайтынын түсінді. Қыз бала қайтадан қозғала бастады. Оның денесіндегі мұзды тері жұлынып, біртіндеп тірі денеге айналды. Қорқыныштан тұншығып, әйел қатты айқай салды, бірақ дауыс шықпады. Қыз бала баяу қозғалып, әйелдің ішкі әлемін тереңнен бұзып, оның жанына енді. Өмір мен өлім арасында шекара жоқ еді. Олар араласқандай, енді әйелге тыныштықты ұсынатын, бірақ қасіретті тағдырды белгілеуге келген сияқты. Әйелдің денесі әлсізденіп, оның санасы басқаша әлемге енгендей болды. Қараңғы түні тыныштық орнап, бірақ оның жанында бірдеңе өзгергенін сезінді. Мысықтың, қасіретті рухтың, қараңғылықтың барлық күші оған қатты әсер етті. Ол үйдің ішінде сезінген қорқыныштың қандайда бір белгісін тапты, бірақ оның жаны тынышталмай, тығырыққа тіреліп тұрды. Түсінен оянғанда әйел өзін басқа бір әлемде, өз үйінің ішінде емес, адасқан бір жердегі түнгі орманның қараңғылығында тапты. Оның көздері ашылғанда бөлмедегі ең соңғы сәтті есінде қалдырды. Мұздай денелі қыз бала, өмірсіз, жансыз. Бірақ ол қайтадан тірілгендей болды. Әйел өзінің бұрынғы қорқынышынан аман шыққандай еді, бірақ оянғанда оның көздері тағы да жалғыз ғана нәрсені іздегендей болды. Қараңғы әлемнен шыққан қыз бала қайта тірілді. Оның денесі мұздай емес, бірақ көздері бұрынғыдай қайғылы, сұмдық және кекке толы болды. Тыныштықтың орнаған сәтінде ол қайтадан қозғала бастады. Оның қимылдары нәзік әрі қорқынышты, жан түршігерлік болды. Бұл жолы ол тыныш жүріп, ешқандай шу шығармай, өмірдің жаңа құрбандарын іздеуге шығады. Ол іздеген құрбандары тек адамдар, бірақ олар жалғыз емес, олардың әрқайсысында бір сәтті құрбандық, өкініш және әлсіздік болуы тиіс. Оның мақсаты оларды таңдап, қайтадан қарғыстың бөлігіне айналдыру, оларды қайталап құлдырату. Әйел бұл кезде түсіне бастады. Қыз бала тірілген кезде, оның рухы барлық қорқынышты оқиғаларды қайта бастауға дайын болды. Бірнеше күннен кейін, үйдің айналасында бірнеше жоғалып кеткен адамдардың іздері пайда болды. Олар жай ғана жоғалып кетті, бірақ ешкім де олардың қайда кеткенін білмеді. Көршілер мен ауыл адамдары оларды іздеді, бірақ қыздың жоғалтуы сол жерде аяқталды. Әйелдің жүрегі шайқалды, ол бұл сезімді қайта бастан кешірді. Оның өткендегі күнәсі, мысықтың қарғысы және барлық жоғалғандар бәрі өз тағдырларын қайтадан орындауға дайын болды. Қыз бала күннен күнге өсе түсті. Ол бір күні сол қорқынышты қадаммен әйелді де өзіне тартып, оның жанын ішіне жұтатын болды. Өйткені бұл қарғыс тоқтамайды. Ол қайталана береді. Қорқыныш ешқашан аяқталмайды.